Серікбол Әділбекұлы Қондыбай Маңғыстаудың Қарақия ауданы Құрық кентінде 1968 жылы 14 наурызда дүниеге келді. Серікбол Қондыбай ғұмырының жартысын қазақтың тарихын, мәдениетін, салт-санасын жаңғыртуға арнап, сүбелі үлес қосқан және түбегейлі зерттеуде зор еңбек еткен қазақтың өлкетанушы, географ, публицист, этнограф, ғалымы. 1975-1985 жылдары Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Шетпе кентіндегі нөмір 3 мектепте білім алып, 1991 жылы Қазақ мемлекеттік университетін географ-геоморфолог мамандығы бойынша бітіріп шыққаннан кейін еңбек жолы мектепте мұғалім болып бастаған. Кейін аудандық білім қоғамында жауапты хатшы болып, аудандық байланыс тарабында монтер болып қызмет етті. 1986 жылғы желтоқсан уақиғасына қатысқан. 1995 жылы апатқа ұшырап, бірінші топтағы мүгедек болды. 2004 жылы 24 тамызда 37 жасқа қараған шағында, қазақ ғылымының көгіне жарқырай көтеріліп келе жатқан шағында дүниеден озды. Серікбол Қондыбай өзінің көзі тірісінде арғы қазақ мифологиясы 4 томдығы жарық көрді. Осы кітаптың авторы ғалым емес, тек қазақта мифологияны зерттеуге қажетті нендей дүниелердің бар екендігін бір кітапқа жинақтап, түгендеп, есебін алуды, олармен көпшілікті таныстыруды мақсат етті.